Осыдан 9 ай бұрын ғимарат пен қондырғылардың әбден тозығы жетуіне байланысты Сатпаев фабрикасы тоқтаған болатын. Ірілендіру процесінен кейін FBF-3 деген атауға ие болған фабрикада бүгінде тіршілік қайнап жатыр деуге болады. Бірнеше айдан бері мұнда жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Бірінші кезекте қазір білікті диірменді ауыстырып жатырмыз. 11 ауыстырылды, 12-ші домалақ диірмен де ауыстырылу үстінде. Олардың бәрі жаңадан әкелінген. Содан соң ұсақтау қондырғысы тұр. Бүгінде ол пайдалануға толығымен дайын. Қондырғылар бізге Қарағанды құю механика зауытынан келеді. Біз өзіміздің кәсіпорынды отандық өнім өндірушілерді қолдауға тырысамыз. Олар да бізге көп жәрдемдеседі. Фабриканы жөндеу жұмыстарына номер 3-ші ЖБФ техникалық персоналмен қоса есептегенде 130 қызметкер жұмылдырылған. Қондырғыларды ауыстыру мен жөндеу жұмыстарын атқарып жатқан жұмысшылардың арасында қос мердігер компания қызметкерлері де бар. Естеріңізге сала кетейік, фабриканың қалған жұмысшылары, яғни 300-ге жуық адам номер 1-ші және номер 2-ші ЖБФ-та еңбек етіп жатыр. Жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін олар туған кәсіпорындарына қайта оралмақ.